И сәлем достар, сендермен бірге мен Бека. Бүгін мен сіздерге қалай скин басу керектігін үйрететін боламын. Бастамай тұрып, мен 3 күн видео шыққан жоқ менде. Сондықтан кешіріңіздер, бүгін ютубқа 2 видео салатын боламын. Сіздерге әлгі чит ойнаған болса, оны да бүгін ютубқа саламын. Қалай скачать басу керек екен, сосын қалай настроить ету керектігін. Ол чит өте жақсы, Bedwars, Skywars-та рахат спокойно жүре бересің. И бұл сайт Nova Skin сайты. Бұл жерден түрлі скиндер таңдауға болады. И мен осындай бір скин таңдадым. Сосын сіздер де осының арасынан таңдап алыңыздар. И Save дегенді басамыз. Save. Кетіңіздер. Осындай папка ашылар. Папкашны. Бұл жерге не жазсаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Мен же бір деп жазсам. И download дегенді басамыз. И ол бізге скачать етіледі осындай болып. Сурет. Так, енді менде болды. И мынаны ашамыз, показать в папке деген көріп қоямыз. Мынаны шығарасай. Так, ол осындай болып тұратын. Так, мынаны удалить ете саламыз. Қазір. Удалить. Так, вот. Бұл осындай болып тұрады. Енді бұны Майнкрафтқа салу керек. Ол үшін Windows R дегенді басамыз. Сосын Update деп жазамыз, мұнда OK деп басамыз. Так, сосын Minecraftқа кіреміз. И Versions. И мұнда, версия таңдаймыз. Мен Optifine 1.12-ке салғым келіп отыр. Сосын мынаны ашамыз. Сіздерде zip немесе WinRAR болу керек. Мен открыть. WinRAR деп тұр, соны басамыз. Так, менде WinRAR өткен, менде zip жоқ, сондықтан WinRAR ашып. Мен осындай бір архив ашылады. Так, кетіріңіздер. Мұнда қазір менде бұнда скин басылған сияқты. Менде мұнда, meta-infi деген тұрады. Сол meta-infi дегенді өшіреміз. Одан кейін Assist, Minecraft. Так. Textures. Онда сосын Intini деген тауып аламыз. И міне. Бұнда сосын Alex дегенді өшіреміз. Өйткені сіздің скиніңіздің орнына Alex немесе Stick'ің скин түсіп қалмас үшін. Так, қазір менде осындай етеді. Менде осылай өшіріледі. Сосын загрузка осы копировать етіп қуат әйтеуір білмеймін. Солай менде. Ал өшіріп болсын ма? Кетіңіздер. Өшіріліп атыр. Болды. Alex деген өшірілді. Енді достар, міне Steve панағы деп тұр, оны да өшіреміз. Біз осы Steve пен Alex'ті өшірмесеңіз, сіздің скиніңіздің орнына осы Steve пен Alex'тің скині түсіп қалуы мүмкін. Күтеміз. Достар, менің каналымда сіздердің арқаларыңызда 13 подписчик болыпты. Сіздерге көп рахмет айтам. Енді менде мынандай өшіріп болсын, сосын көрсетемін. Бұл да өшірілді камераны атырып. Менде мынандай осындай бар. Осы арқылы мен интроны видеоның алдына қоя аламын. Білмеймін, енді Sony Vegas ашылмай тұр. Сондықтан мынаған интроны видео салу үшін көп деген уақыт кетеді маған. И мынаны ашамыз. Мына папка бүйтіп қоямыз. И так, мынаны переименовать. Өшіріңіздер бұған
Steve деп жазамыз и болды. Енді жаңағы еді. Жаңағы міне тауып алайық. Осы Steve деп тұрады. Оның бараңызда мынау архивке саламыз. И окей. Енді салынып жатыр. Күтесіздер осылай. Міне болды. Міне осылай жазылып тұр енді. Енді біз мынаны бәрін жаба берсек болады. Бәрін жаба берейік. И Minecraft. Мына менің версия Flux. Оны да бүгін үйрететін боламын. И біз Optifine Pro.net'ке кіреміз и запустить басамыз. Менікі осындай launcher, менікі launcher емес, менікі launcher. Достар, алдағы уақытта мен выживаниямның 4 сериясын түсіретін боламын. И Minecraft қосылсын. Достар, жаңағы Новаскин сайтының ссылкасын осы видеоның астына қалдырып кететін боламын. Қазір Minecraft'ын қосылсын. Достар, мен қазір паузаға қоям. Minecraft'ын қосылған кезде қошамын. И пауза. И достар, міне менің Minecraft'ым қосылды. И қазір біз бір мен серверге кіріп алайық. Мен маған керек мысалы. Достар, сіздер ресурспар қосуды үйренген шығарсыздар. Мен алдында оғанда видео шығарған болатынмын. Қазір Minecraft кіршіңіз. Загрузка, мира, генерация, ландшафты деп тұр. Қазір қосылсын. Күтеміз. Болды, қосылайын деп қалды. Тіпті қосылды. Мен достар, кетіңіздер, менде аппақ қалып тұр. Міне достар, жаңағы біздің басқан скиніміз. Міне достар, көрсетейін сіздерге. Міне жаңағы біздің басқан скиніміз осы жерде тұр. Қараңыздар. Менде осындайдың енді қызылы бар, бірақ ол суреті басқа. Артын қарайық бұны. Артынандай, алдынандай. Міне достар, біздің жаңа Новаскин сайтынан осы скинді таңдадық. И бізде міне осындай скин пайда болды. Көрдіңіздер ме? Жаңағы өзіміздің басқан скин. И достар, сіздерге бұл видеоны лайк басып кетіңіздер. Және енді бүгін жаңағы Flux 4 деген читті қалай Minecraftқа орнату керектігін үйрететін боламын. И барлығыңызға сау болыңыздар. Сендермен болғанмен